Sen araylı gündesi Akbağay bu Görünesin bir desin Men özüңe Kalganımda kezdesbey Suluktan Ne ekenen bilmese Hoşçakalın ayama yasanıge Hossanay toyu kutlu olsun. Oy berekelde.
Ассаламағалейкум алтынан ардақты, күмістен салмақты қазақ елі. Бүгін мінекей Медет ағамның шаңырағында керемет той, ендеше тағы да бір мәрте құттықтап, қошемет соқтайық шығареге. Аға, той құтты болсын. Немелердің той құтты болсын. Бәрекелді. Ал ендеше көпке созбайық мейді аға. Ассаламағалейкум, құрметті мұхтарам жамағат. Қадірлі ағайдымыз, бауырлар, дос-жұрарлар, баршаңызға айып етпеңіздер, кішкене кешігіп бастап жатқанымызға. Бүгін өзі Құрбан айт пен мерекемен тұспа-тұс келіп қалып жатыр. Өзіміз әуелде осы күнді белгілегенде білген жоқпыз 9 күні Құрбан айт болатынын. Енді бұл да бір Алланың әмірі шығар. Мынау қазақ айтады ғой, құтты қонақ келсе қой егіз табады дейді. Енді қой егіз таппаса да мереке егіздетіп жатыр. Сондықтан баршаңызды мынау барша мұсылманның ұлық мерекесі Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мынау енді айып етпеңіздер, молда өлең айтып шығып жатыр деп еді. Құран оқып шығам ғой деген. Мына жер кешігіп қалғаннан кейін айығымыз жуып шайып, баяғы бір медетті еске алып, Мақпал екеуміз өлең айтып шығайық деп жатқанымызды басымыз емізген. Тамаша. Рахмет. Жалпы өзің жүргізесің ба, мен жүргізейін бе? Ендеше төрлетіңіздер дастарханға жай. Құрбан айт құтты болсын баршаларыңызға. Жазы күлгінде, қайдасың ол күнде, сенсен арманым. Айтпақшы, есіңде ме? Мақпал мен Медеттің той кешінде де үйіңнің алдына шығып, былай ысқырдым. Артына шығып, былай ысқырдым. Ақырында итің қауып алды. Итіңнің аузында бәтеңкемнің бауы қалды. Қошпол латипа десек. Керемет той болып жатыр. Шүкіршілік тойларыңыз той боласа берсін. Менің атымнан Астана қаласынан 4 бөлмелі квартира деп қойдым. Той болса берсін, рахмет. Кетті. Шеттік. Масынан, неше шу? Айналып кеп дейін деп тұр ғой. Айтып тұр ғой аға. Дәл осылай түсер ма шықпады? Ханзада жұмылыптан айымайды екен. Тоғыз! Дәу қарады. Тамаша. Егер көзіне кімдері өз болмаған Молдабайдың сөзіне ақ дегірдей көрінбейді сәні келмейді шын оралды болмаса шидің сәні келмейді жемір жеткен жер сүргін айналға біз бір-бірге жемір жеткен жер жүрген жайлауға біз бір-бірге жемір жеткен жер жүрген жайлауға Жағы еділген бір жаға, жағасында жайқалған жапырағы, өкілім ай жеке шайқыстағым сәуле, сен ойлы, өкілім ай жеке шайқыстағым сәуле. Көкшіл бақтуы
қырданға жалғайын елде жақсы ой болған жастар рахмет тойына ақ тілекті ой арнайына ақын деп шақырғанда мен алаңға ағайын бір қошемет бере алар ма? Аяқ асты айтысқа шығып қалдық, бір көсіліп кетейін тер ағарда. Ал енді бармысыздар тойшыл қауым, киелі қостан айдай төр аман ба? Ассалаумағалейкум құдайым деп шүкірін ұмытпаған ел аман бауғайым. Деймісің бұлар өлең арнай мекен, қырандай ән арнасам самғай кетем. Ендеше тойларыңыз құтты болсын, айтатын сөздерімдай талғай кетем. Жыр баста деп айтып еді ер нұр бала, тығылып қалып жатыр мамай көкең. Қарбызымнан дәм етпеген, күйеуімнің жекеменшік қарбызымын ей. Бұлай біз бабалардан мұра болған, өнермен қызықты ғой сірә жалған. Мамай бізді айтысқа шақырады, апырмай не боп кетті мына жалған. Ал мамай не де болса өзіңнен көр аурудың. Студенттердің мәдениет сарайында, қолыма домбырамды алайында. Өлген бұл мамайды көк қошқардай құрбанға шалайын мамай. Көкейге айегең шыға салып бағынбады, әзілімді шынайы қабылдады. Апамызға пышағың өтпейді дейді-ау. Бұл да болса сөзінен жаңылғаны. Апамызға пышақ емес саусақ дейсе, өзі де тұрған жоқ па жарылғала иқ аяғы. Елімнің көсегесі көк дейді ғой, медеттің жетістігі көп дейді ғой. Әзілді тоқтатып, досым ғой деп, әзілдеп айтып жатырмын. Мен үшін бәғидағы ешкім жетпейді ғой, айық аяғы. Ақыл жоқ бастарда, ақылды шаш әрине тұрмайды ғой, айық аяғы. Қат-қатта есек зорға шабады екен, батпаққа салып қойсаң лағады екен. Шаштырмайды деп, бұл мамай өзін кімге санады екен. Бір метр 50 сантиметр бойыменен, мұна менің төбеме қалай қарады екен. Күлейін десем өз досым ғой, дос дегенің осындай болады екен. Бағилапаң бармақ дейсе жарылады деп, өзінше пәлсапасын соғады екен.
пышағы өтпей қалған сендей жігіт, қарбызды саусағымен жара деген ай. Медетінім арғымақ тұлпар екен, жас күнінен өнерге іңкәр екен. Айтыста талай дода жарып келді, өлеңнің соғып тұрған бұрқақ екен. Одан кейін бойына қасиет қонған бір кездегі аққу мен сұңқар екен. Әйтеуір Алла беріп хидаятты, бүгінде бизнеске көшіп кетті. Кәсіптің одағы бір ұнтақ екен, айтып айтпай немене серілермен, салдардың кеше өткен ұрпақ екен. Мұндай жігіт әлемде біреу ғана, тоқ етері жігіттің сұлтан екен. Ордаңа жақсылықтың көші қонсын, әулетің болашақта өсіп өнсін. Амин. Тойларың тойғыласып айналайын, қолдайдың туған туыс досы болсын. Көбейіп әріптес ақындардың тойға келіп, жырымен шашқан шашу осы болсын. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікте, оятқан сансыз алғыс жаратқанға, қалдырмас өмір